өте қысқа. Әні міне дегенше адам баласы өте уақыттан өтіп кетеді алай. Және де білейік, мынау Құдайдың бізге берген нығметтерін біз кейде көрмей қаламыз. Аллах Тағаланың берген нығметін сезбей қаламыз. Өткенде ғана мен бір мысал айтып кетейін. Бір кісі жатыр, сироз печень болып. Соның аузына шлангы тығып қойыпты. 2 баллон жатыр және. Сонда мен оған түрлі уағыз айтып, енді не айтасыз десем, ана кісіден аузынан шлангысын суырды да, Талғат, ауаға зар болдым ғой деп жылап жіберді, қайттан аузына не тығып қойды? Шлангысын тығып қойды. Естуші едік, квартирант болып жүрген адамдар үйге зар болдық қой деген сөзді айтады. Үйленемей жүрген адамдар қатынға зар болдық деп сөйлейді. Одан төменгі мақыл, қатқан нанға зар болдық дегенді естікізбесін. Бірақ бір заманда айтылды. Мына адамның сөзі нан емес, ауа деп айтты. Ауа. Енді сол сөзді айтқаннан кейін көзіме жас келді. Құранда аят бар. Олар жұтып атқан ауасына қарамай ма? Өздерінше жұталар ма екен, әлде біз жұтқызамыз ба деген Құранда аят бар. Сол екен біз әлхамдулилля деп айтып көрейік, құрметті ағайындар. Айтуға әрбір ісімізден кейін айтайық. Киім кисек те айтайық, тамақ ішсек те айтайық. Тіпті туалетіңе барып, туалетте анау нәрсеңді тастап шыққан кезде пайғамбар үйретіп қойды ғой бізге. Әлхамдулиллахиллази аза деп. Аллах Тағала бізді осы нәрседен тазартып қойған, Аллаға мақтау болсын деген сөзді үйретті бізге пайғамбар.